өмірлік мақсатына айналдырған тұлға Талант Құмашұлы. Ауыл ұлттың алтын бесігі, ал сол бесіктің болашағын қалыптастыратын басты күш ол ауыл мектебі. Ауыл мектебі тек білім беретін мекеме ғана емес, ол рухани құндылықтардың сақтаушысы, мәдениеттің мәйегі, қоғамдық өмірдің негізгі орталығы. Осы тұрғыдан алғанда Марқакөл ауданы Боран ауылындағы Құмаш Нұрғалиев атындағы гимназия ауыл мектебінің шынайы үлгісі. Бұл білім ордасының тарихы тұтас педагогикалық әлеуметтің өмір жолымен тығыз байланысты. КСРО халық мұғалімі, аты аңызға айналған ұстаз Құмаш Нұрғалиев өзінің негізін қалаған ағартушылық дәстүр бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. Мектеп тек білім берумен шектелмей, ауылдың мәдени өмірін жандандырып, тұрғындардың әлеуметтік белсенділігін арттырып отырған маңызды орталыққа айналды. Осындай іргелі негізді сақталуы, дамуына үлкен үлес қосқан тұлға педагогика ғылымдарының кандидаты, жаңашыл басшысы Талант Құмашұлы Нұрғалиев. 1989 жылы мектеп директоры қызметіне тағайындалғаннан кейін ол білім беру жүйесіне тың өзгерістер енгізді. Оның бастамасымен мектепте жаңағы әріптестерім айтып өткендей, Динара мен Құралай айтып өткендей, кино, фото, видео материалдарға негізделген орталықтар болды. Сонымен қатар білім беруді ақпараттандыру, қашықтықтан оқыту, сандық білім беру ресурстарын пайдалануға бағытталған жүйелі жұмыстар жүргізілді. Педагогика ғылымдарының кандидаты, көптеген Талант Құмашұлы Нұрғалиев еңбегінде көптеген марапаттарға ие болған екен. Енді оны айтпай қояйық. Ол кісінің өмірі жолы кәсібіне адалдықтың, жаңашылдықтың, ұмтылыстың